Қайырлы күн оқушылар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге жазықтықтың жалпы теңдеуіне байланысты видео сабақ дайындап отырмын. Сонымен бастайық. Жалпы жазықтықтың теңдеуі қандай түрде беріледі? Жазықтықтың теңдеуі. Жазықтықтың теңдеуі дейік. Жазықтықтың теңдеуі бізде мына түрде беріледі. AX қосылған BY қосылған CZ қосылған D тең 0-ге. Бұл жерде бізде A, B, C нақты сандар болып табылады, және де A, B, C маған нормаль векторды береді. A, B, C ол маған нормаль векторды береді. Нормаль вектор деген, мысалға мына жазықтығы мынандай болса, соған тік түсетін векторды біз нормаль вектор деп атаймыз. Осы векторды нормаль вектор деп аталады. Енді, егерде A, x0, y0, z0 деп бір точка берілсін. Бір точка берілсін. И нормаль вектор берілсін A, B, C деп. Осы точкамен нормаль вектор екеуі арқылы мен жазықтықтың теңдеуін былай жазам. A дейм, x-тан азайтам x0-ді, қосам B, y-тан азайтам y0-ді, қосам C, z-тан азайтам z0-ді, қосам D тең 0 болады. D даже кереміз бұл жерде. D артық болып кетті. D тең 0. Тең 0. Осыны шығарайық. Осындай, яғни нормаль вектор и сол түзу арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін жаз десе, осыны қолданамыз. Дәл бүгін бір свежий адам маған не жіберген? Апай, осы есеп түсіндіріп беріңізші деп. Давайте мен сіздерге соны айтып жіберейін. Так, бастапқы нүктесі берілген. Мысал, сразу мысал салып жіберейін. М0 берілсін, е? Минус 2, 0 және 2. Және де оған нормаль векторы берілген. 0, 3, минус 2. Осының жазықтықтың жалпы теңдеуін жазайды. Осыған салам. Яғни A-ның орнында мынау A, B, C, мынау x0, y0, z0. Яғни 0 көбейтілген x плюс 2 қосылған 3, y минус 0 қосылған азайтылған 2, z минус 2 тең 0. Мына жер полностью 0 болады. Так, қосам 3y, қосылдап тұсайық. 3y болады, минус 2z болады, плюс 4 болады. Тең 0. Яғни жазықтықтың жалпы теңдеуі менде осындай түрге ие болады екен. Яғни нүкте и нормаль вектор берілсе, осылай табамыз. Келесі, екі жазықтықтың арасында бұрыш. Қиылысатын екі жазықтықтың арасында бұрыш табу үшін екі жазықтықтың теңдеуі бар ғой? Мына екі жазықтықтың теңдеуі бар. Сол жерден нормаль вектор бар табыламын. Допустим, мына нормаль векторы менде A1, V1, C1. Мынаның нормаль векторы, допустим, ол менде A2, B2, C2. И осы екеуін, осы екі вектордың арасына бұрыш табамын. Косинустар, яғни қарапайым вектор скаляр көбейтінді бөлінген ұзындықтардың көбейтіндісіне. Бұл бізде екі жазықтықтың арасына бұрыш. Окей, кеттік. Жазықтықтың параллельдік немесе перпендикулярлық шарты. Қарайық, бұл бізде человек-паук, өрмекші адам, оны біз нормаль вектор деп алайық. Яғни, бұл осы жазықтыққа тігінен түседі. Егерде екі жазықтықтың нормаль векторлары тең болса, немесе олардың нормаль векторларын қатынасы өзара тең болса, яғни былайша айтқанда коллиниярлық шарт орындалса, онда бұл екі жазықтық параллель орналасады деген сөз. А егерде бұлардың скаляр көбейтіндісі, екі нормаль вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда олар перпендикуляр болады деген сөз. Демек, коллинияр болса, немесе нормаль векторлар тең болса, олар параллель болады, а скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болса, перпендикуляр болады. Қарапайым вектордан шыққан шарт. Келесі, нүктеден жазықтыққа дейін қашықтық. Қандай да бір нүкте беріледі. Содан жазықтыққа дейін қашықтық табу үшін біздер не істейміз? Мына формуланы қолданамыз. Бұл уже көп алдымыздан шыққан формула, иә? Келесі, енді біздер кеңістіктегі біз жазықтықтың емес, енді түзудің теңдеуіне келеміз. Кеңістіктегі түзудің теңдеуіне келетін болсақ, екі түзу берілген, өзара қиылысатын екі жазықтықтың теңдеулер жиынын осы жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтайтын сөздің, осындай, Бұндай сөзді апай оқығанды ұнатпайды, целом осылай екі түзу теңдеуі берілсін. Окей, енді осы жерден түзудің параметрлік теңдеуін жазайық. Мысалға, бұл параметрлік теңдеуді жазбастан бұрын бізге бағыттауыш вектор деген керек болады. Бағыттауыш вектор.
Мысалы, сіздерге екі нүкте берілсін, иә? Екі нүкте берілсе, А, допустим, X, Y, Z болсын, X1, Y1, Z1 болсын. Тура солай А2 нүктесі берілсін, X2, Y2, Z2. Енді осылардың бағыттауыш векторын табайық. Бағыттауыш векторын табу үшін мен А1, А2 деймде, X2-ден азайтам X1-ді, Y2-ден азайтам Y1-ді, Z2-ден азайтам Z1-ді. Бұл менде бағыттауыш вектор бар. Немесе бұны мен біріктіріп, мынаны K деп, мынаны L деп, мынаны M деп алсам болады. Яғни, допустим, E векторы менде бағыттауыш вектор K, L, M дейм. Бағыттауыш вектор. Енді бұл мен біз нені жазу керекпіз? Түзудің параметрлік теңдеуін қалай жазам? Допустим, бір нүкте берілсін, x0, y0, z0. Онда бағыттауыш вектор жазу үшін былай жазам. Параметрлік теңдеу жазу үшін. X-тан азайтам x0-ді тен k-ға. Y-тан азайтам y0-ді тен l-ға. Z-тан азайтам z0-ді тен m-ға. Бұл жерде k, l, m деген бағыттауыш векторларын. Т деген не үшін Т? Т деген бізде нақты сан. Бұл жердегі осы үш нәрсе бізде өзара пропорционал болу керек. Өзара пропорционал. Яғни лағып жатпау керек. Өзара пропорционал. Не үшін? Өйткені бұлар бір түзудің теңдеуі болғандықтан. Енді осыны дальше ықшамдайық. Давайте мына x0, y0, z0-ді екінші жаққа жіберейік. X-тен или жібермей қояқ сразу, или жіберейікші. Қазір параметрлік теңдеуді аламыз. X0 қосылған k-ті, y-тен y0 қосылған l-ті, z-тен z0 қосылған m-ті. Бұл бізде түзудің параметрлік теңдеуі. Параметрлік теңдеуі. Енді бұл жерден t-ларды өрнектей алайық. Т тең болады. Так, x минус x0 бөлінген k. Т тең болады y минус y0 бөлінген l. Т тең болады z минус z0 бөлінген m. Бұлар өзара тең болғандықтан, давайте бір-біріне теңестірейік. X минус x0 бөлінген k, y минус y0 бөлінген l, z минус z0 бөлінген m. Тең т дейік. Бұл бізде түзудің канондық теңдеуі. Канондық теңдеу. Бұл жерде K, L, M-ді мына жерден көріп тұрмыз. Бір-бірінен азайтқан екі түзу арқылы. Енді қараңыздар, бізде қосымша, мына жақта да жазылып қойдық, түзудің канондық теңдеуі деп. MNP сонда бізде бағыттауыш вектор. Бағыттауыш вектор. MNP. Түзудің бағыттауыш векторы. Бағыттауыш вектор, яғни түзуде нормаль вектор бізде жазықтыққа түседі. Так, енді бізде қозғалыс жылдамдығы деген бар, бірақ ұбт-да әлі келген жоқ, но вдруг келіп қалар, иә? Егер де сіздерге қозғалыс жылдамдығын тап десе, қозғалыс жылдамдығын, онда былай табамыз. Онда біз бағыттауыш вектордың ұзындығын таба саламыз. Түбір асты, там m квадрат қосылған n квадрат қосылған p квадрат. Яғни қозғалыс жылдамдығы деген осы. Келген жоқ, но вдруг ертең келмейтініне кім гарантия береді, иә? Вдруг келіп қалар, и сол уақытта біліп отыру үшін. Так, келесі. Түзу мен жазықтықтың арасына бір синуспен табылады. Яғни бізге түзу берілсін, жазықтықтың теңдеуі берілсін, және түзудің канондық теңдеуі берілсін. Ол үшін қараңдар, мына жерде бағыттауыш вектор бар тұр. A, B, C деген ол бізде нормаль вектор бар. Нормаль вектор. Мына жерде нормаль вектордың ұзындығы, мына жерде бағыттауыш вектордың ұзындығы синус альфамен табылады. Түзу мен жазықтық арасына бұрышқа, яғни бізде түзудікі бағыттауыш вектор, жазықтықтікі нормаль вектор қолданылады. Кеттік. Енді нормаль вектор мен бағыттауыш векторын өзара шатастырмаймыз. Демек, бұл бізде, бұл кім еді бізде? Бұл бізде бағыттауыш вектор, иә? Бағыттауыш. Бағыттауыш вектор ол түзудік болады. Мысалы, түзудің бағытымен бірде, яғни параллель орналасады. Бағыттауыш векторымыз. Ал нормаль векторымыз, нормаль вектор ол жазықтықта, жазықтыққа түк түсетін вектор. Жазықтыққа түк түсетін вектор. Мынау түзуге. Түзу
мынау жазықтық. Мынау енді торда жүреді ғой, көрмекші адам. Осыларды шатастырмайық. Кеттік, енді есептер шығарайық. Кеңістікте А және Б жазықтығы берілген. Олардың арасында бұрыштың косинусын тап. Бірінші екі түзудің нормаль векторын жазып алайық. Плюс 1 тен 0, x плюс y минус z минус 1 тен 0. Так, нормаль векторым, яғни коэффициенттерін алам. Мынада 1, минус 1, 1. 1, минус 1, 1. Мына жақта нормаль вектордікін алайық. 1, 2. Коэффициенттері 1, 1, минус 1. 1, 1, минус 1. И арасына бұрыштың косинусын табайық. Так, скаляр көбейтінді, бөлінген ұзындықтарын көбейтіндісі. Так, скаляр көбейтінді 1 көбейтілген 1, қосам 1 көбейтілген минус 1, қосам 1 көбейтілген минус 1. Ұзындығы, мына жақта түбірасты шығады, мына жақта да түбірасты шығады, үстінде, так, мынау мен 0 береді, минус 1 бөлінген 3 болады екен сонда. Косинус альфа. Кеттік. Екінші есеп, нүктеден жазықтыққа дейін арақашықтықтың табам. Яғни ax0 қосам by0, қосам cz0 қосылған d. Бөлінген, d0 күнатпен жазып қойыншы. A квадрат қосам b квадрат қосам c квадрат. Мынау x0, y0, z0 нүкте деп тұрмын. Мынау коэффициенттер a, b, c, d. Кеттік. 3-ті көбейтем 1-ге, қосам 2-ні көбейтем минус 1-ге, қосам 3-ті көбейтем минус 3-ге, қосам минус 3-ті. И модульге алам. Астында коэффициенттерінің квадраты 3 квадрат, қосылған 1 квадрат, қосылған 3 квадрат. Минус бар, но плюсын жаза берейік. Так, мына жерде 3, минус 2, минус 9, минус 3 модульде. Астында 9 қосам 9, 18, түбірасты 19. Қысқарады 11 бөлінген түбірасты 19. Немесе 11 түбірасты 19 бөлінген 11 болады. Нүктеден жазықтыққа дейінгі ара қашықтық. Түзуге дейін болса, осылай только d болмайды екен. Келесі үшінші есеп. M нүктесі мен n нормаль вектор бойынша жазықтықтың теңдеуін жазыңыз. Жазықтықтың теңдеуі a, x минус x0, қосам b, y минус y0, қосам c, z минус z0, тен 0-ге. Так, нормаль вектор мынау a, b, c, коэффициенттері мынау нүктелері x0, y0, z0. Сонда 4, x плюс 3 қосылған 2, y минус 1, азайтылған 1, z минус 3 тен 0. Так, 4x плюс 12, плюс 2, y минус 2, минус z плюс 3 тен 0. 4x қосылған 2, y минус z 10 болады, 10-ға 3 қосам 13 болады. Жазықтықтың теңдеуі осылай болады. Кейде варианттарда осындай вариант болмауы мүмкін, там 4-ке бөлу мүмкін, 2-ке бөлу мүмкін, өзінің бір ақшамдалған түрі болуы мүмкін. Біздер осылай шығардық. Келесі. Так, түзу мен жазықтықтар қалай өзара орналасқан айтыңыз дейді. Так, ол үшін бағыттауыш вектор орналайық. Мынаның бағыттауыш, түзудің бағыттауыш векторы астында коэффициенттері, бағыттауыш вектор бізде 14-ке тең, 24-ке тең и 6-ға тең. Мына нормаль векторын алайық. Нормаль векторымыз 7-ге тең, 12-ке тең, 3-ке тең. Қараңыздар, коллинарлық белгісі орындалып тұр ма? Өзара пропорционал болып тұр ғой, 2-ге көбейтілген. Яғни 7 бөлінген 14, тең 12 бөлінген 24, тең 3 бөлінген 6 болып тұр. Коллинарлық белгі орындалып тұр. Демек, бұл екеуі қалай орналасқан? Параллель орналасқан. Параллель орналасқан болады. Егерде көбейтіндісі 0-ге тең болса, онда перпендикуляр орналасқан болады. А нүктесі арқылы өтетін және бағыттауыш векторы P болатын түзудің параметрлік теңдеуін жаз. Түзудің параметрлік теңдеуі бізде x тен x0 қосылған kt, y тен y0 қосылған lt, z тен болады z0 қосылған mt. Яғни, біздер мына жерде нені жазып шығады екенбіз? Орындарына жай қоя салады екенбіз. Яғни, x минус, мынау вектор болып тұр, бағыттауыш, мынау k, l, m. Мынау бізде a, b, c. Ой, x0, y0, z0. Сонда x тең болады 1 минус t, y тең болады 2 плюс 4t, z тең болады минус 4 қосам 2t. Түзудің параметрлік теңдеуі осылай болады екен. Келесі. А және В нүктелер арқылы өтетін түзудің канондық теңдеуі. Ол қарапайым екі түзу арқылы өтетін түзудің теңдеуі ғой, қарапайым осыған салам. Сонда мынау x1,
y1, z1. Так, x2, y2, z2. Сонда x қосылған 1, 4 қосам 1. Тен y азайтылған 2, 3 азайтылған 2. Тен z қосам 2, 5 қосам 2. X қосам 1 бөлінген 5, тен y минус 2 бөлінген 1, z плюс 2 бөлінген 7. Түзудің канондық теңдеуі осындай түрде. Мынау бізде еще бағыттауыш вектор болады. Кеттік. 8-ші есеп. М нүктесі арқылы өтетін және осы жазықтығына перпендикуляр болатын түзудің параметрлік теңдеуі. Так, яғни мынау жазықтық беріліп тұрсыншы, қандай да бар. Соған М нүктесі арқылы өтетін дейді. М нүктесі арқылы өтетін жазықтығына перпендикуляр болады деп тұр. Демек, мынау менде x0, y0, z0, мына жазықтыққа перпендикуляр деген сөз, бұның бағыттауыш векторы былай тұр деген сөз ғой. Перпендикуляр тұрса, бағыттауыш вектор тұр деген сөз. Яғни бағыттауыш векторы бізде нормаль векторға тең болып тұр. Нормаль векторға. Сонда мына нормаль векторын алатын болсақ, так, коэффициенттері 1, 1, 1. Енді параметрлік теңдеу жасайық. Параметрлік теңдеу x тен болады x0 қосылған kt, y тен болады y0 қосылған m, lt, z тен болады z0 қосылған mt. Сонда x тен болады x0 2 қосылған t, y тен болады 3 қосылған t, z тен болады минус 2 қосылған t болады екен. Осындай түрде табылады. Так, келесі. Екі түзудің арасында бұрышты анықта дейді. Бағыттауыш векторларды қарапайым аламын. 3 минус 2, 6. Мына жақта 6 минус 9, 18. И табайық. Косинус альфа тең, мынаны, допустим, e1 дейік, мынаны e2 дейік. e1 көбейтілген 2 и ұзындықтарын көбейтіндісі. Так, 3-ті көбейтем 6-ға, қосам минус 2-ні көбейтем минус 9-ға, қосам 6-ны көбейтем 18-ге. Бөлінген түбір асты 3 квадрат, қосам 2 квадрат, плюс 2 квадрат деверем, потому что минус 2 по-любому плюс көтеді. Қосам 6 квадрат. Көбейтем 6 квадрат көбейтілген, қосам 9 квадрат, қосам 18 квадрат. Осыны есептейм. 18 қосылған 18, қосылған 6 көбейтілген 18, бөлінген 9 қосам 4, қосам 36, так, 49, 7 шығады. 36 қосам 81, қосылған 324. Так, қосатын болсам 360, қосам 81, 441 шығады, бұл жерден сонда 21 шығады екен. Тең болады, мына жерде 6, 7-ші 8-ге көбейтіліп тұр, 18, бөлінген 7 көбейтілген 21. Так, 3-ке бөлем 6, 3-ке бөлем 7. 6 8 48, бөлінген 49 қалады екен. Арасындағы бұрыштың косинусы 48 бөлінген 49, сонда альфа тең болады аркос 48 бөлінген 49-ға екен балалар. Так, М нүктесі арқылы өтетін осы жазықтығына перпендикуляр түзудің теңдеуін жаз дейді. Так, М нүктесі арқылы өтетін жазықтығына перпендикуляр түзудің теңдеуін жазу керек. Түзудің теңдеуін жазатын болсам, x минус x0 бөлінген L, y минус y0 бөлінген M, z минус z0 бөлінген K ма, N ба, разница жоқ. К деп ерекшіка шатасамыз атам. Мынау бізде жазықтыққа перпендикуляр болғандықтан бағыттауыш векторым мына LMK бізде и нормаль вектор болып тұр. Не үшін? Себебі ол жазықтыққа перпендикуляр тұр. Сонда мен мыналарды коэффициенттерін алып аламын да. Так, едік 3 минус 2 и 1 деп алып аламын. Аламын да орнына қоямын. X 0 4-ке тең бөлінген 3, y минус плюс 3 бөлінген минус 2, z минус 1 бөлінген 1 болады. Бұл менде түзудің теңдеуі. Жазықтықтың теңдеуін тап десе, онда мынаған саласыңдар. Түзуі мен жазықтықтың теңдеуін шатастырмаңдар. Не сұрап тұр, соған саласыңдар. Мынау жазықтықтың теңдеуі. Жазықтық, мынау түзу.
Келесі, өзара берілген түзулер қалай орналасқан дейді. Олардың қалай орналасқанын білу үшін маған вектор керек, иә? Түзулер болғандықтан бағыттауыш векторлар керек. Мынаның бағыттауыш векторлары тыңның алдындағы сандар ғой. 2, 1, 3. Мынаның бағыттауыш векторлары 1, -8, сонымен қатар 2. Мен көріп тұрмын, что олар ешқандай пропорционал емес, иә? Яғни бұлар параллель емес. Параллель емес. Енді перпендикулярлыққа тексеріп көрейік. Көбейтіндісі 0-ді беремін, соны қарайық. 2-ні көбейтем 1-ге, қосам 1-ді көбейтем -8-ге, қосам 3-ді көбейтем 2-ге, 0-ді береме екен. 2 -8 плюс 6 тең 0 ма? -6 плюс 6 0-ді беріп тұр. Демек, бұлар өзара қалай орналасқан екен? Перпендикуляр орналасқан екен. Келесі, А және В нүктелері арқылы өтетін түзумен жазықтығының қиылысу нүктесінің координатасын тап дейді. Осы нүктелер арқылы өтетін түзуді тауып алайық бірінші. Яғни x0, y0, z0. x1, y1, z1 деген. x2, y2, z2. Сонда x плюс 1 бөлінген 3 плюс 1 тең y минус 0 бөлінген 1 минус 0 тең z минус 2 бөлінген 1 минус 2. X плюс 1 бөлінген 4 тең y бөлінген 1 тең z минус 2 бөлінген минус 1. Бұларды мен тыға теңестірем, иә? Осы жерде сонда каждыйын тыға теңестіріп алайын. X плюс 1 бөлінген 4 тең тыға, y бөлінген 1 тең тыға, z минус 2 бөлінген минус 1 тең тыға. Осы жерден x, y зетті өрнектей алайық. X плюс 1 тең болады 4 тыға, y тең болады тыға, z минус 2 тең минус тыға. X тең 4 т минус 1, y тең т, z тең минус т плюс 2. Бұларды алып, енді мына түзуге қойып шығам. Мына бірінші партия мен енді екінші партия. 2x минус 3y қосылған 4z минус 8 тең 0. 2x орнына 4t минус 1-ді қоям. Минус 3y орнына t-ны қоям. Плюс 4z орнына минус t плюс 2-ні қоям. Минус 8 тең 0. 8t минус 2, минус 3t, минус 4t плюс 8, минус 8 тең 0. Қысқарады. Так, 5t, 1t. t минус 2 тең 0. t тең болады 2-ге. Сонда t тең 2 болса, x тайық. 4 көбейтілген 2 минус 1 тең 7. Мына жақ 2. Мына жағым z тең болады минус 2 плюс 2 0-ге. Мынау z, мынау y, мынау x. Маған сол қиылысу нүктесінің координатасын тап деп тұр. Яғни қиылысу нүктесінің координатасы менде x 7-ге тең, y 2-ге тең, z 0-ге тең. 7, 2, 0-ге тең болады екен. Келесі, қозғалыс жылдамдығын тап дейді. Қозғалыс жылдамдығы жаңа айтып кеткен нәрсе, ол негіз әлі ұбт-да келмеді, но материалда бар. Вдруг келіп қалар. Яғни мына векторлардың k квадрат, қосам l квадрат, қосам m квадрат ұзындығын таба салам. Мынау сонда менде k, l, m ғой. Түбір асты 2-нің квадрат, қосам минус 2-нің квадрат, қосам 1-дің квадраты. Түбір асты 4, қосам 4, қосам 1, түбір асты 17 болады екен, балалар. Так. Түзумен жазықтықтың қиылысу нүктесін тап дейді. Так. Түзумен жазықтықтың қиылысу нүктесін тап. Ол үшін түзумен жазықтықтың қиылысу нүктесін табу үшін мынаны тыға теңестірем. X плюс 1 бөлінген 2-ні тыға теңестірем. Y минус 2 бөлінген 1-ді тыға теңестірем. Z минус 1 бөлінген минус 1-ді тыға теңестірем. X, Y тыларды өрнектеп алайық. X, Y зетті. X тен 2t минус 1, Y тен t плюс 2, Z тен минус t плюс 1. Бұны алып, мына жазықтыққа қоям. Мынау мен бірінші партиям орындауды, енді екінші партия. 3x минус 2, y плюс z минус 3 тен 0. 3, x орнына 2t минус 1-ді қоям. Минус 2, t-ның орнына, y орнына t плюс 2-ні қоям. Плюс z орнына минус t плюс 1-ді қоям.
минус 3-тен 0. Жақшылардыша. 6t минус 3 минус 2t минус 4 минус t плюс 1 минус 3-тен 0. 4t 3t. Минус 7 минус 6 минус 9 тен 0. Т тен болады бізде 3-ке екен. Енді бұл 3 тауып, x пен y табам. 3-ші парттен. X-тен 2 көбейтілген 3 минус 1, Y-тен 3 плюс 2, Z-тен минус 3 плюс 1. X-тен болады 5-ке, Y-тен болады 5-ке, мынау минус 2-ке. Сонда қиылысу нүктесінің координатысы 5, 5, минус 2 деген жауап болады екен. Түсінікті ма? Давайте мен сіздерге осы жерде бір күшті есеп беріп жіберейін. Дополнительно осы есеп тақырыпты түсінді ма жоқ па деген сияқты, я? Сіздерге қараңыздар. Мұнда есеп. Так, параметрлік теңдеу берілсін. Түзудің теңдеуі. Параметр десе ол түзудің теңдеуі. Канондық тоже түзудің теңдеуі. Жазықтықтікі басқаша. 1 қосылған 2 t болсын. Z тен болады 1 минус t болсын. Так, бұл түзумен түзу және x қосылған 2y минус 2z плюс 1 тен 0 жазықтығының арасындағы бұрыштың синусын табу керекпіз. Бұған формула осы сайттың алдында, осы видеоның алдыңғы жағында болу керек. Анықтап қарап алыңыздар и жазып, шығарып, жауабын комментарийға жазып жіберіңіздер. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, комментке плюс қалдырып кетейік. Сіздермен бірге болған Дария апай, барлықтарыңызға сәттілік, жақсылық тіледім.